Батырға келген шығар. Рахмет ата. О, демократия партия құрамыз, ана құрамыздар. Мен ел басында 3 рет болған адаммын. Сендер Назарбаев, осында совет үкіметі құлап қойғанда, совет үкіметі құлап қойған, сендер баласыңдар. Мен Целиноградты көтердім. Целиноградты ең бар ғой, соны көтердім. Міне аяғым полықтың астында қалған. 54 жылы. 80-ге келдік. Міне отырып, міне. Қалай, міне отырып, әне отырып. Сендер түктің боқтың ұстығын білмей. Бұл Алаш партиясының жері. Бұл аңдайтын жер емес. 1912 жылы Алаш партиясы құрылғанда Семейде. Тыңда, сендер тыңдаңдар. Анауыңды тыңдасын. Түрмеде отырғанда біздің ақшамызды отыр. Біздің ақшамызды отыр. Халықтың ақшамызды. Бақтың ба? Жақсыр ақшадан сен қой. Сендер албат сендер сөйлемеңдер. Отта келіңдер ме балдар? Дұрыс келіңдер, дұрыс кетіңдер. Вот міне, сендер өздердегі жастар. Біздің бұл қала жастар қаласы. Бұл қарат, аға, бізде анамылар жоқ. Біз жерде өзіміз күтіп, өзіміз бағып, өзіміз жүрген адамбыз қарат. Бізге бір-ақ партия керек. Мен коммунист партиясында 49 жыл болды. Онда неге келмеймін? Неге келмеймін мен? Лаңсалға, Қазақстанды біріме, екі қадақты бірімізге біріміз айдақтап. Кім айдақтап жатыр? Айтақ, қазір сен атында сен менің жағымның аласың. Сен айғанама, мен бағылсын солды. Күттің ба? Міне жастарды бұзасыңдар. Ертең біздің артымыздан ерген, мынау міне, еріп келіп, мынау еріп келіп, міне бір. Ақсақал, біздің өкшеміз ертең жастарға не тастаймыз? Міне жастарға беріп келеміз. 30 жылдан бері не бердік? Не бердік 30 жылдан? Сен айтшы, не көрдің өзің, білесің бе? Ашаршылықты көрдің бе? 20 жастар бағылып Жоқ, сен ашаршылық көрдің бе? Көрсін деп тұрсың ба? Жоқ, ашаршылық көрдің бе? Көрін көріп соны, Жоқ, вот балаларға, міне қазір, оттан боқта, еттіңдер. Сіздер ме? Міне халықтар, балаларым, бір отан бар. Анаңнан бір тудың ба? Bir memi vatanın var. Vatanlarını satmayınlar. Ешкімге еспеңдер. Әркімнің өздерің. Әркім өздерің. Міне қалай 30 жыл өмір сүрдік. Тыныштық мемлекет болдық. Еш Қырғызстанды көріңдер. Не болып жатыр? Бүтін көп бірін-бірі соттандар. Біздікі тыныштық. Бізде жамандық болмас. Осы елбасымыз аман болды. Осылай алғара біз осылай өмір сүруге Алла тағала жеткізсін. Рахмет ата, аумин ата, аумин. Айтыңыз апам жасылай. Давай. Балалар, Кому не интересно, демократия. Сонда біз не? Қолымызға вилы, лопаты алып шығуымыз керек па? Демократия жасауымыз керек. Сонда анау президенттерді құлатуларың керек. Ол үшін есту керек, ол үшін Қырғызстан болу керек. Сендер осы жерді кісіңдер, мен сендерді білем. Бізді сендер немене? Америка, Россия, Қытай сендерді күтіп отыр ма? Бұл ішімізден бізді құртып, сонан кейін сендерді басылар. Естеріңде болсын балалар. Қайсың болса да, мен сендерге сондасын сенімім жоқ. Қосайын сенімдер. Қосайын жаздыңдар, WhatsApp-пен келіп шында да мынау жақсы екен деп, барып қосайынға барып еді, қосайын химул. Мына елдің бетіне қарайды. Елдің бетіне қарайды. Шама жоқ. Сен де қосайынға бардың. Сен де қосайынға бардың. Барға жоқсың ба? Балалар, тоқтамаңдар, жүрмеңдер. Демократиясын өзіңіз енді ғана ішіңіз жөнделген кезде бүлдірмеңдер іштеріңді. Сырттан сендерді ішті, Қытай да сендерді алмайды, Россия да біз алмайды. Біздің нәрсемізге құлайымызға қарап отырулардың барысы. Енді сол құлайға бару керек. Әртүр сақал жошықпай. Солай жетіп әдімшіп жоғалары. Мұрғалдан жерде отыратын сендер құландағандар. Сен дұрыс емес, сен түрміз Қырғызға ұқсап тұр. Қырғыздың мынау от түйілген мыналардың бәрі Қырғыздың политиктары. Естеріңде болсын, Қырғыз қандай болып жатыр? Қырғыз қандай болып жатыр біздің бауырларымыз? Кім қолдамайды қайта берсін? Қазаққа демократия керек пе, керек жоқ па? Бұндай түрмен емес, бұндай жасамайды. Что за демократия у вас? Жакишев шығу керек па, жоқ түрмеде дұрыс отыр ма? Ол неге отыр? Ол ақша ұрлаған үшін отыр. Оны біз бәріміз оқыдық қой. Ақша ұрлаған, ақша ұрлаған. Кому не интересно? Жүріңдер балалар, шығыңдар.
тоқтамаңдар, тұрмаңдар. Ол емес, сендермен қазір артымнан кісі жүріп, мынау сұмдық, мынау Қырғызстан мыналар. Бірақ ондай болмайды. Камераға жағыласыз. Неге камераға жағыласыз? Так, товарищи, граждане, господа, как хотите. Кому не интересно, кого сюда пригнали силком, кому не интересно, могут встать и уйти. Никого здесь не держат насильно. Давайте будем вести в конструктивном русле диалог. Потому что вот этот шум, только потратим время, толку никакого не будет. Если не интересно, пожалуйста, никого насильно не держат. Кто это такой? Полицию зовите? Это наебство. Совсем что ли? Провокатор. Смотрите, руки распускает, забирает частную собственность. Атасы отыра тұрсаңызшы. Сіз Семейдің ұлдары шығыңдар. Шығыңдар. Эти провокаторы. Кто там на женщину? Никто не поднимает руку, отойдите. Это она сама не видит. Он ее хватает за руку. Отойди в сторону. Нет, кому интересно, можете остаться. Молодежь, кому интересно, можете остаться. Молодежь, кому интересно, можете остаться. Оставайтесь спокойно, хорошо? А кому не интересно, можно ходить. Да. Кімсің? Мәншіктің алиясымын дедіңіз ба? Алиясым дейтін не істедіңіз? Сіз айтыңызшы. Мен өйтіп айтқан жоқпын. Айтты ғой сізді жаңа. Қазақтың мәншік алиясым деп айтты ғой сізде. Отырыңдар. Нет, кому интересно, оставайтесь. Кому не интересно, можете уходить. Ey молодец, Каскарайда қажет. Келмеген. Не телефон. Елден сен маған кел. Бірақ сен маған кел. Сен маған келесің деді. Мен телевизордан көріп жүрсің. Мен бастықтар жағатын азын мен сендіріп жүрсің. Ақтардан бастық. Белгілі ғой. Қойыңдар. Жақсы апа. Басқа түрмен демократ партиясы басқа түрмен, басқаша. Сендер жиналыңдар. Біз шығайық. Анау екі қос президент алып тастайық, что-то за разговоры. Енді ғана жоқ шығыстың штабы, енді ғана орынменен. Сонда Қытайға Шығуға болмайды. Апа, олай жастарды бұзбаңыз. Шыққан деген әңгімені айтпаңыз. Митингға шығуға болмайды. Рұқсат алу керек. Көрдіңіз ба? Шығуға рұқсат алу керек биліктен. Өйтіп неғылмаңыз. Олай жастарды бұзбаңыз. Өйтіп неғылмаңыз. Сіз ДБК-сыз ба не? Сонда сіз алдап келдіңіз ба? Сіз мұсылманмын деп алдап келдіңіз. Ұялмайсыз ба? Әппақ орамалмен. Сонда сіз ДБК-да болып тұрсыз ғой. Міне ДБК-ның апасын қараңыздар. ДБК митингіға шығып бір демсе деген әңгіме айтып жатыр. Сенде совсем ұят жоқ. Тек қана Мына кісі деген жастар неғып бұзып жатыр. осында демократияны правильно друг другу показывать власти. Осында демократия бола ма? Какая демократия? Мағанадан бақыл екеуміз байқы отырмын екен. Қазақтың балалары бұлай дүниеде. А сен Олай болмайды. Олай болмайды. Сендер кімден қалайсың демократия боласың? Ертең сені алып барайын, соңыз көресің. Ama büyüklerin durdursun ya, ne bana da aygayla söyleyeceğim. Құрметті Семей халқы, бұл былайша айтқанда үйіп отырған елдің ішіне ойран салу. Бұл тыныш жатқан мемлекетте ойран салу. Сондықтан барыңыз шығып кетіңіздер. Залып отырсыздар ғой неме? 30 жыл бойы тәуелсіз мемлекет болғанда мемлекеттің арасында ойран салу. Сондықтан барыңыз шығып кетіңіздер Семей халқы. Жастар!
Қалам деген сіздер қала беріңіздер. Қалам дегендер қала беріңіздер. Қалам дегендер қала. Айбек, Қалам. Барыңыз, жүріңіз. өз ойыңды айттың. Ол сіздеріміз актив шешесіз үшін. Давай, Акиматовский автобус приехал. Кел. Пока-пока. Хорошо. Қалай шығыңыздар да. Я завтра посмотрю, мы завтра узнаем, где вы работаете. У вас уже не Свободы. Так, теперь давайте. Я надеюсь, остались здесь только те, которые что-то хотят услышать, что-то предложить. А просто так скандалить. Сами Я уверен, что все нормально живут. А ты знаешь, что в Волгограде света нету. 30 лет, 25 лет. Знаешь, там люди живут при Киасе. Ты знаешь, это нормально живут. А ты знаешь, что у нас половина не имеет доступа к водопроводной воде? Почему не имеет доступа? Вот потому не имеет, потому что нету воды. Ты проедь по деревням посмотри. В скольки там школах туалетов нету?